Бірінші тақырыпты есіңізге алған. Заттардың қасиеттері. Заттардың қасиеттерін бергенбіз, иә? Себет әдісі арқылы балалар үй тапсырмасын сұрай қояйық. Кім шығады екен балалар тақтаға? Келу. Сәния, Руслан, келу. Сұрақтарға жауап берейік. Иілгіштік механикалық күштің әсерімен өзгеру қасиеті. Тығыздық дененің массасы мен оның көлеміне тең физикалық шама. Заттардың физикалық қасиеттері заттың иісі, заттың мысалы түсі, агрегаттық күйі, жылыту, балқыту, жылтырлығы. Яғни физикалық қасиеттер. Еру бұл заттың кристалды қатты күйінен сұйық күйге, яғни басқа агрегаттық күйге өтуі. Дұрыс, жарайды балалар. Отыра қойыңыздар. Өткенде біз жалпы есімізге түсірдік, иә балалар? Жаңа Зейнеп айтты, қандай тақырып екен? Өткен тақырыбымыз заттардың қасиеттері. Яғни заттардың өзіне тән қасиеттері болады екен, иә? Біз оны ажырата білдік. Енді балалар. Сабақтың тақырыбы балалар бүгінгі физикалық және химиялық құбылыстар. Жалпы оқу мақсатымыз физикалық және химиялық құбылыстарды ажырата білуіміз керек. Сіздер білесіздер балалар, табиғатта қандай құбылыстар бар екен? Кім айтады? Кім айтады? Физикалық және химиялық құбылыстар. Жалпы балалар, жаңбырдың жауы, жапырақтың түсуі, қардың, найзағайдың жарқырауы, бұның барлығы физикалық және химиялық құбылыстарға жатады. Қазір сіздерге бейнетаспамен сіздерге көрсетеміз. Сол бейнетаспа арқылы біз не істейміз? Тақырыбымызды ашамыз. Жаңа тақырыбымызды. айырмашылықтарын не істедік? Ажыратып. Енді балалар сіздерге мен қазір үш топқа, яғни заттар тобына, молекулалар тобына және дене тобына үш тапсырма беремін. Сол тапсырма мәтін бойынша, яғни сіздерге
табиғи құбылыстар. Осыны қорғаймыз. Келесі молекула тобына суретпен жұмыс. Үшінші дене тобына физикалық құбылыстардың бір-бірімен айырмашылықтарын айтып шығамыз. Ал тез дайындаламыз. Осыны қазір осы мәтінді тақтаға шығып қорғаймыз. Қай топ дайын балар? Қай топ дайын? Қай топ дайын екен? Келе ғой. Келе ғой. Мына ауызды келе. Мәдина, ала ғой. Яғни табиғи құбылыстар. Табиғатта қандай табиғи құбылыстар бар екен балар? Метеорология, жылу бөлу, дыбыс шығару, және жарық шығару, электрлік, магниттік, химиялық, биологиялық. Биологиялық деген екен. Барлық тірі табиғи дүниелерде организмдерде болатын құбылыстарды айтамыз. Химиялық су құбылыстар кезеңінен бір заттың екінші затқа пайда Заттың екінші затқа пайда болуы яғни. Ал дыбыс шығару болу дегеніміз жаңа заттар пайда болмайды, бірақ затпен дененің көлемі пішіні орналасуы агрегаттық күйі өзгереді. Дұрыс айтасыңдар балалар, отыра қойыңыздар. Екінші топ. Яғни молекула тобына шығамыз тез. Дайынсыз ба? Бұлар дайынсыздар ма? Дайынсыздар келе ғой. Электрлік. Яғни алтыншы сурет ол жылу құбылысы. Яғни сіздерде суретпен жұмыс көреміз балалар. Жұмыспен не бұл қандай тапсырма? Ойлар есте сақта әдіс арқылы суреттермен жұмыс болған еді. Отыра ғой. Ал балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Бізде мына жерде екі тәжірибе берілген иә балалар. Бірінші тәжірибені оқи қойшы Сәния. Бірінші тәжірибені. Тәжірибені суретке қарап анықта. Бұл физикалық құбылысты түсінді. Ақылы қандай заттардың жасалған. Температура режимі өзгергеннен кейін оған не болды? Заттың қасиеті өзгерді ме? Заттың бір күйінен басқа күйіне ауысуы кезінде өз қасиетінің өзгермейтіні туралы тәжірибе ойлап тап. Егер де түсінсеңіз, келіп тәжірибе жасай отырыңыз. Мына жерде барлық құралдар тұр. Келе отырыңыз. Бірінші тәжірибені көрсете қойшы. Аққала қардан жасалған. Енді қарға градусникті саламыз. Қарға градусникті салғаннан кейін градусниктің температура режимі өзгерді. Температура режимі өзгергеннен кейін қарымыз еріп кетті. Қарымыз суға айналды. Қандай күйге айналды? Қатты күйге. Сұйық күйге айналды. Қандай құбылыс? Бала? Бұл физикалық құбылыс. Отыра ғой. Өте жақсы бала, жарайсың. Өте жақсы. Келесі тәжірибеміз Зейнет. Отыра қойшы. Саған қажет қағаз және сөмке. Қағазды бүктеп отқа төзімді бетке қой. Қағазды жағып, оның толық жанып кетуі мүмкін. Жанып болған соң қағазда қалай өзгерді? Заттың қасиеті өзгерді ме? Келе ғой. Осы түсінсеңіз тәжірибені жасай қойыңыз. Мына жерде қағаз, сіріңке. Тұр. Мен ана сіріңкені жағып алайын. Бұл жерде біз қағаз бен сіріңкені аламыз. Біз қағазды бүктеп, оны қоямыз. Және оны сіріңкемен жағып. Мен оны сіріңкемен жағылды. Енді оның толық жанып кетуін күтеміз. Бұл нешінші тәжірибе бала? Екінші тәжірибе. Мына жанып болды. Бұл жерде қағазымыз қара қағазға айналды. Бұны бір заттың екінші затқа айналуы. Оны химиялық құбылыс деп атаймыз. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Яғни заттар тобының жауабына қалай баға береміз? Яғни келесі бізде қай топ жауап берді екен?
дене тобынан Саняның жұмысына қалай баға береміз балалар? Яғни өте жақсы деген баға қойдық. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жалпы сендер балалар, біз табиғаттағы болатын физикалық және химиялық құбылыстардың бір-біріменен айырмашылығын ажырата білуге не арқылы? Тәжірибе арқылы жасай. Қазір балалар, мына кестеменен, осы кестемен сабағымызды қорытындылайықшы. Су мұзға айналады. Бұл қандай құбылыс екен балалар? Басқа Физикалық құбылыс. бұл физикалық құбылыс. Яғни бұған дәптерімізге жазып отырамыз. Дәптерімізге физикалық құбылысқа қарамыз келесі. Найзаға жарып кетеді. Бұл химиялық құбылыс. Химиялық құбылыс. Су мұзға айналады, жеміс түйін салады. Бұл биологиялық Бұл құбылыс. биологиялық құбылыс. Дәптерімізде жазып аламыз. Енді балалар, бүгінгі сабақты түсінген болса, барлығымыздың алдымызда стикерді соған, яғни бағалауға тақтасына кет. Түсіндің ба, түсінбедің ба? Егер сұрағың болса, жоқ, түсінбедім десеңіздер, мынаған әкеп қыстыра қойыңыздар. Бағалау тақтасын. Тез. Өте жақсы балалар. Жақсы. Отыра қаламыз тезіз. Отыра қаламыз. Данияр, отыра қаламыз. Енді балалар, үй тапсырмасы. Осы физикалық, химиялық құбылыстарды біз оқып келеміз. Біздің бүгінгі сабаққа зер салып қойғандарыңызға өте рахмет. Сау болыңыздар. Ал балалар, барлығы түсінікті болса, күнделігімізді ашамыз. Күнделігімізді ашып, үй тапсырмасын жазамыз. Нешінші параграф? Яғни 24-ші параграф, 116-ші бетпенен 118-ші бетті оқу. Олай болса балалар, сау болыңыздар, сабағымыз бүгін бітті. Сау болыңыздар.